руханиятының қазығы. Қазақ радиосына бір ғасыр. Шекарадан өткен кезімізде әйгілі қазақ радиосы автобусқа отырдық та, автобуста қазақ радиосы қойып тұр. Сондағы әуеннің, жалпы дикторлардың қазақша сөйлеуі, қасымызда отырған адамдардың қазақша сөйлеуі, билбордтарда қазақша жазулардың шығуы, бұл біздің шынымен де шетелде бәрібір түпкі үйге қайту деген идея жетелеп отыр. 1986 жылы Өзбекстан Республикасы Навай облысы Үшқұдық қаласында дүниеге келдім. Мектепті 2003 жылы бітірдік. 2005 жылы елге деген сағыныш, тілге деген сағыныш, әрі қарай өзіміздің ойымызды тіктеу үшін қазақ қоғамына қосылу керек болды. Медет Тауысқан мен Павлодар қаласына студент болып оқуға түсіп келген кезімізден бастап таныстық. Ондағы себеп болған дүние бір топ белсенді студенттердің тобы бар екен, біздің бір курс, екі курс жоғары оқитын. Сол балалардың ортасына кіріп, әртүрлі іс-шараларда бірге жұмыс істеп бастадық. Сол кездері таныстығымыз тереңдей түсті. Нақтылап айтсақ, ұлан қоғамдық бірлестігі деген жастардың ұйымы болды сол кезде. Серпін деген газет шығарды, өте бір белсенді. Біздің Ертіс-Баян жерінде бұрын соң бір қазақи бағытта, ұлттық бағытта жұмыс істейтін ұйым болмаған. Соның басы қасында осы медеттер жүр екен. Қасында бір топ азаматтар бар. Көбі жаңағы сырттан келген қандас бауырларымыз екен. Сол жерде сол ортаға біз кіріп, бірден тіл табысып, оңтүстік Қазақстаннан келіп жүрген студент балалар бар екен. Дереу тіл табысып кеттік. Және Мұқағали оқуларын өткізді сол ұлан ұйымы. Соған мүшәйраға қатысып, сол жерде бір бірінші орын алып алғаш рет облыстық мүшәйрадан. Сондай бір мерейіміз тасыған, сол істің басы қасында осы жігіттер жүр екен. Содан танысып, ары қарай таныстығымыз достыққа ұласты, аға бауырлыққа ұласты. Біраз жылдан бері шыны керек өте жақын араласамыз. Және бұл сырттан келген қандастардың жалпы елімізге оралуы, бұл әгі бір ағаларымыздың тілімен айтсақ, бұл донордың қамын құйған сияқты дүние ғой. Елдігімізге бір шынымен бір қазақылықты жаңа бір лепті енгізу, күштің үстіне күш қосу, жігерімізді ары қарай жаңағы жану деген сияқты бір сондай бір леп сияқты сезілді сол кездерде. Студент кезден біз сырластық, сыйластық, жақын араластық. Мен Қызылорда облысынан бардым. Медет Өзбекстан Республикасы Навай облысы Үшқұдық қаласынан барған. Жалпы медет Өзбекстаннан көшіп келген кезде өзімен бірге қазақтың болмыс бітімін, ішкі рухын ала келгенде әсер етті осы күнде. Яғни медет ата жұртқа жай келген жоқ. Ол қазақтың сан ғасырлар бойы сақталған ішкі рухын, ішкі менін, ішкі болмыс бітімін өзімен бірге ала келді. Сөйтіп қазақ рух көмескілене бастаған Павлодар аймағында соны жаңартып өзінше бір үлес қоса білді. Орта қарсы алуында ешбір кедергілер болған жоқ. Себебі келдікте қазақ тілді жастардың енді қалыптасып келе жатқан ортасына топ етіп түсе қалдық. Әрине қоғамдық орындарда, аялдамаларда, үлкен сауда орындарында тілдің мәселесі мына бізді қабылдамау жағынан кедергілер болған шығар, бірақ жастық шақтың легіменен жақсы өтіп кеттік. Бірақ біз одан түк деме қорыққан жоқпыз. Себебі біздің көк паспортымыз болды. Ал ол паспортты қолға алғанда қазақтың кез келген жері менің жерім екенін сезіп жүрдік. Сондықтан ондай ұсақ-түйек проблемалар біз үшін кедергі болған жоқ. Өтіп жүре бердік. Қандас бауырларымыз шет елден келгеннен кейін бір елден бір елге ауысу оңай болмайтыны анық. Тілі, менталитеті бәрі әсер етеді ол жерде. Бәрі адамның анау комфортный ортадан басқа бір ортаға ауысқанда оңай соқпайды. Сол кездерде жастығымен, жігерімен қоғамға сіңісіп, және өзінің бір еңбекқорлығымен
және тіл табыса алатын бір қасиетімен медет тауасқан біраз биікке жетті деп ойлаймын. Әрине, бұл меніңше біздің қоғамда, әсіресе осы солтүстік өңірлерде, Ертіс Баян жерінде іскер адамға әділдік бар екендігінің дәлелі деп ойлаймын. Осы уақытқа дейін ешкімге кіріптар болмай, ешкімнен мансап сұрамай, ешкімге қаражат ұсынбай, осы дәрежеге дейін жетуімнің несі, алдыға қарай мақсат қойып, қадам басуымда шығар, ұтысым. Сондықтан кез келген азаматқа, азаматшаға тек қана Өзбекстандағы емес, әлемдегі барлық қазақ деген бойында қаны бар азаматтарымызға өздеріңіз келе алмасаңыздар да, өздеріңіздің ұрпақтарыңызды осы елдің ауасыменен суын ішуге, тынысыменен тыныстануға шақырамын. Келіңіздер, бұл елдің құшағы кең, және де сіздің балаңызға бұл елдің берері өте үлкен. Себебі осы ұлттың өкілі болғандықтан, осы жерден топырақ осы ұлттың өкіліне бұйырса, бұдан асқан бақыт жоқ шығар деп ойлаймын.